Ассалаумағалейкум, құрметті канал оқырмандары. Клубника жайлы видео салмағаныма біраз болды. Осыдан білсеңіздер, 23 жылы еккен клубника, 24 жылы бірінші өнім алдым, қазір 25 жыл. Бүгін апрельдің 27-сі. Так, мынау биылғы өнім уже 3 күннен бері теріп жатырмыз. Енді алғашқылары бәрібір осындай үлкен болып салады. Бірақ алдыңғы жылмен салыстырғанда құлпынайлар бәрібір гүлдеу жағынан аз гүлдеген және аз түйіндеген. И арасында да біраз құлпынайлар өліп қалды менде. Мысалы, мына жерде біраз өліп қалған. Өлгеннің өзінде де бір құлпынай кішкентай салып тұр енді. Алдыңғы жылмен салыстырғанда бойлары да аласа болып қалған, пәс болып қалған. Яғни алдыңғы жылы мына көшет, мысалы 24 жылы мынандай жайқалып, жапырақтар жап-жасыл болып тұрады. Биыл уже осындай аласа болып тұр. Құлпынайлары да алдыңғы жылға қарағанда аз гүлдеген и соответственно аз түйіндеген. Бүгін енді үшінші күн болды теріп жатқаныма. Так, не айтып отырмын тағы. Алдыңғы жыл менде құлпынайым ең алғашқысы 29 апрельде салған. Енді қызарған сол кезде. А биыл уже 10 күннен бері қызарып жатыр. Қазір 27 апрель ма, мысалы. Уже полный қызарып пісіп жатыр бәрі. Яғни екінші жылғы өнім уже ерте өнім береді деген нәрсе. Қазір мына 3 қатарды теріп шықтым. Енді мына қатарға өтіп жатырмын. Бәрінде алдыңғы жылдағыдай ондай үлкен емес, енді бар үлкендері. Но өткен жылдағыдай емес. В основном средний размерде, мысалы, мына құлпынайлар средний размерде. Мынандай размердегілер уже аз. Енді құлпынай еккендерін айту бойынша бұрыннан айналысып жатқан кісілер айтады, 3-ші жылы мүлдем майдаланып кетеді деп жатыр. Сондықтан көреміз енді. Келесі жылға қалдыруға стоит па, не стоит па, көремін. Сонымен қатар мынандай мұртшалар да шығарып жатыр. Бұлар июль айында уже көшетке қондыруға болады. Көшет керек болса, сол кезде маған жазыңыздар. Көшет істеп беремін. Клери деген сорт. Клери. Дәмі өте тәтті. Дәмі керемет енді басқа сорттарға қарағанда. Сочный болады еще. Өзінің бір әдем иісі бар, әдем дәмі бар. Ерте пісетін сорт. И товарный виді да жақсы. Негізі былтырға қарағанда үлкендер көп еді. Биыл енді сәл орташалау болып тұр. Удобрениесіне келсек, тура сол удобрениені бердім алдыңғы жылға. Бұл енді көктемде, негізі күзде құлпынайларды, бұл жаңағы куст сияқты өседі ғой енді. Көп болып бұлай тамырынан шығады бұлар. Соны жұлып, мысалы, мынаны екеу-ақ қалдырғам. Ражок дейді, былайша айтқанда, 2 ражок қалдырғам. Мынадан да 2 ражок қалдырғам, қараңыз, біреу, екеу. Жоқ, 4 ражок қалған.
жоқ 2 ражок қалған екен. Бұлар негізі ражоктарын сөйтіп бөліп жұлып тастамасаңыз, енді ана кустарник сияқты қалың болып өсіп кетеді да, бірақ жемісті өте аз береді, майда қылып береді. Сондықтан ражоктарын жұлып тастау керек. Мен бұның ражоктарын күзде жұлмай, ерте көктемде жұлып шықтым. Негізі күзде жұлып тастау керек екен. Сондай бір қателік жасап қойдым. Қазір енді құлпынайдың бағасы Шымкентте 2,5 мың сондай болып тұрған килограммы. Килограмм 2,5 мың болып тұрған. Ыдыстарын жаңа килограмм ыдыс дейміз ғой, бірақ енді онша килограмм сыймайды. Мысалы, мынандай бір ыдысты бізде базар жақта 700, 650, 700 грамм шығады ғой, мына бір ыдыс. Базарда 1,5 мың теңгеден сатып тұр қазір апрельдің 27-сіне. Мен 1000 теңгеден сатып атам. Өткен жылда 1000 теңгеден сатқам. 1000 теңгеден барып өткізіп тастаймын тез-тез. Бүгінгі терімдер әжептәуір үлкен әдемі размерде, формасы да әдемі. Мысалы мына құлпынайдың иісі де әдемі, керемет. Жалпы мына жерде менде былайынан 13 жүйек еккем. Былай 15 метр. Былай 15 метр. 13 жүйек еккенмін. 23 жылы август айында. Осы уақытқа дейінгі полный видео бар. Еккен сәттен бастап. Қандай удобрение беру керек, қай кезде не істеу керек, қыста не істеу керек, соның барлығы каналда бар. Көрсеңіздер болады. Сонымен қатар биыл ағаштар екіп шықтым енді жүйектердің арасында. Былай бес ағаштан екіп шықтым да. Алмұрт ағаштары ғой, груша ғой. Груша ағаштарын ектім. Ана жаққа да алма ағаштарын ектім. Былайнан екіп шықтым. И бұларды капельный поливпен суғарып жатырмын. Тамшылатып суғару жүйесін полный құрып шықтым. Егер бұны да видеосын салыңыздар, қалай істедіңіз десеңіздер, тоже отдельно видео салып, видео жасап, істеп шығамын. Еш қиындық жоқ екен. Мынандай шланг сатылады. Метрі 70 теңгеден сатылады. Мынандай тамшылататын нәрсесін, капельницалар. Әр ағашын түбіне қойып шықсаңыздар болды. Әрқайсысын жеке-жеке суғарып жүрген қажет жоқ. Тамшылатып қойып, суғарып үйде жата берсеңіздер болады. Бүгіндікке видео болса, арнаға жазылып лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.